Лайк басқаннан неге аясыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бисмилля деп көтеріп, лайк басып жібермейсіздер ме? Комментарий жазып. Орыстың әскерилері біртіндеп беріле бастап отыр. Ал қашып орыс жаққа қарай қашқан әскерилерді олар сол кассеталық бомбамен, жаңағы шашпа бомбамен тас-талқанын шығарып, жандарын жаһаннамға жіберіп жатыр. Ал соңғы кезде борап тұрған оққа қарамай, екі қолын көтерген беті беріліп жатқан орыстардың видеосы Twitter'да көп тарап жатыр. Кәдімгі мына жақтан Украинаның әскері атып жатыр. Сөйтсе, ана окоптан атып шығып, екі қолын көтерген беті оқ борап тұрған Украин жаққа қарай беріліп жатыр. Сонда анау украиндердің әскерилеріне таңырқап тұрмын. Олар анау қолын көтергеннен атпайды екен. Неге? Қолында қару жоқ. Атпайды екен, олар келіп бірден жаңағы Украин жаққа келіп жерге жатағап беріліп жатыр. Соңғы кезде мына Фейсбукте, Твиттерде Украин тарапқа берілген сақа бауырларымыздың, якут бауырларымыздың видеолары тарады. Аттарын кім десе кілең орысша қойып алған аттарының бәрі. Бірақ түрі қазақтан аумайды. Қазақ қандай, тура сақалар сондай. Енді кейбірінің көзі бір қазақтікіне де қысықтау болғанымен тіпті былай қарасаң, әй қазақтан бір айырмасын көрмейсін. Сөйтіп әлгілер беріліп жатыр. Өткенде ғана бір жағымды жаңалық шыққан, ішкі жағында қырқыс болып орыстың берілем дегендері мен берілмейм дегендері бір-біріменен жаңағы қырылыс қапты екен. Сол туралы да бір ақпарат шыққан болатын. Мына Фейсбукта қазір бір минут. Бұл орыс туралы айтатын жағымды жаңалықтарымыз. Бірақ қазақтарға бір нәрсені баса мән беріп айтқым келеді. Қазақ жерінде шовинизммен ауырып жүрген орыстарды орнына қойыңыздар. Арақ ішіп есіріп жүрсе, ызбандап жіберіңіздер. Жетәкесін танытатын кезде танытып жіберіңіздер. Осы жуырда Бішкекке қашып барған орыстар құтырып, арақ ішіп бір шарапханада есіріп, Ресейдің әнұранын орындап, жаңағы украиндерді қарғап сілеп, боғауызданып, Россия алға, Россия великий деп айғайлап деген қырғыздың бір топ жігіттері келіп, әлгі шарапханадағы бүкіл орыстың тас-талқаны шығарып кетіпті. Міне қырғыздар. Мен қырғыздарды құрметтеймін, жақсы көрем. Біздің қазақтар да сол қырғыздардан үйрену керек. Орыстардың қазақ жеріне келімсек, орыстардың әуселесін таныту керек. Ұратын жерде ұрып кету керек, соғатын жерде соғып кету керек. Рашизммен, фашизммен, путинизмменен, жаңа шапқыншылықпен, импершілдікпен ауыратын болса, жетәкесін таныту керек. Қазақ жерінде олар қай жағынан кеп қалады екен деп алаңдап үреймен тұру керек. Ол біздің елдің азаматы емес, кетіру керек ол. Қазақстан саған қоныс болмайды. Ертең бізде ұлтшылдар билікке келеді, Серікжан Біләш деген ұлтшылдар келеді. Және соның айналасында, соның тәрбиесінде өсіп келе жатқан жас қауымға 77 әкелеріңді танытады деп құлақтарына құя беріңдер. Мен өзім көршімді 2 жыл үгіттеп, орыс көршімнің баласын Ресейге жіберіп тастадым. Үгіттеп, сен өмір сүре алмайсың, сенің жағдайың қиын болады, әй қайтеді, сен қайыр тілеп қаласың ау, деп отырып әлгінді Ресейге кетіріп тастадым. Кет Ресейіңе деп. Солай орыстарды қазақ жерінде жіберу керек. Сосын мына сеперлік аурумен, сепаратизммен ауырып, қазақ жерінен есек дәмелі болып жүрген Петропавл Павлодардың орыстарын айту керек. Ертең күндерің мына Донецк, Луганск, Қырымның орыстары сияқты болады. Күндерің Донецк, Луганск, Қырым. Сол Қырымның сепаратизммен ауырған орыстары қазір не болды? Үйіне болды. Әге сасық кеуделер не болды? Путин жарылқады ма? Оң жағынан орыс, сол жағынан Қырымның зымыраны тиіп тасталқан шығып жатқан жоқ па? Ана Донецкіде, Луганскіде, Бахмутта қырылып жатқандар кімдер? Оң солынан, қатарынан зымыран. Орыстар қырылып жатыр. Солар сол жерде көп болатын. Донецкіге барып, Бахмутқа барып, Луганскіде тұрған, мына Қырымның да дейін орыс болмаған. Ол орыстар қашан бар? Кеше
Советтің кезінде, Хрущевтің кезінде әдейі сол жердің жергілікті халқын азайтып, келімсектерді қаптатқан болады. Солар енді өзінің ана ата бабасының жер еместігін білген сайын құтырып, есіріп, есер соқтанып еді. Міне Құдай төбелеріңнен, мә сендер тыныш өмір сүруді білмесеңдер, мә аңсағандарың қырғын болса, аңсағандарың бүлік болса, мә саған деп төбесінен соғыс әкеп қойды. Міне сол осы тақырыпты орыстарға айтыңдар. Ей, қазақ жерінде сініп кебініп жүрген орыстар, аңсағандарың соғыс болатын болса, төбелеріңнен қаймарыс ұрады деңдер. Американың қаймарыс дегенін естігенде орыстың желі шығады екен. Міне алдыңғы шепте сол қаймарыс сықырып бастағанда орыстар жаңа кірерге тесік таппай қалады екен. Міне қаймарыспен ұрып жатыр. Танкісі де, автотехникасы да, бронотехник бәрі тас-талқан шығарып жатыр. Оның бәрі Американың 80 жылғы ескі техникалары. Бұл енді орыс туралы айтатыным. Енді Қытай туралы айтайын. Мына Ши Цзиньпин деген Қытайдың әсіре шовинист, әсіре ұлтшыл басшысы Оңтүстік Африкадағы БРИКС бизнес форумға барып қайтты. БРИКС елдері дегенді білесіздер, жан саны көп және даму үстіндегі елдер. Бразилия, Ресей, Индия, Қытай және Оңтүстік Африка. Сосын бұл сұмырай ол жерде жай жүрмей, енді осы БРИКС елдерін, яғни даму үстіндегі елдердің бұл жиналысын кеңітіп, бұл форумды кеңітіп, енді G7, яғни үлкен жетілікке немесе НАТОға қарсы әскери ұйым қылғысы кеп отыр. Сөйтіп, БРИКС елдерінің санын көбейту керек. Біздің құрамымызға қосыламыз дегендерді, қатарымызға қосыламыз дегендерді қосу керекпіз деп айдаспаннан бірақ шығарды. БРИКС кеңсе не болады? БРИКС кеңсе ары қарай НАТОға қарсы мынау кедей-кепшік әлі жыртығын жамап үлгермеген елдердің қатары көбейіп, өздерінше алдымен экономикалық форум болып, ары қарай саяси және әскери форумға қарай кеткісі келетін сияқты. Бірақ оған Индия келіскен жоқ. Индия өткенде білесіздер, анау Моди шал Нью-Йоркқа, Америкаға келіп қайтқанын білесіздер. Индия қазір батыстың қызығын көруде. Және Қытайға санкция салып жатқан батыстың тәтті кәмпитін малтап отыр. Неге? Батыс Қытайға санкция салған сайын Қытайдан қашқан зауыттар қазір Индияға баруда. Неге? Индия арзан еңбек күш.